Біраз уақыт өткен соң жедел хабар келді. Ол жерде келесі күні, яғни 25 маусымда күндізгі сағат 4-те Поллианнаның Велдингсвиллге келетіні жазылған. Жедел хабарды оқыған мисс Полли шатырдағы бөлмеге көңілсіз көтеріліп, бір қарап шықты. Онда ұқыпты жиналған кішкентай төсек, 2 қатты орындық, айнасыз сандық, кішкене үстел қойылыпты. Терезеге перде ілінбеген, қабырғада бос болатын. Күні бойы шатырдан күн түскендіктен бөлме іші қапырық. Қорғаныш тор жоқ болғандықтан жәндіктер кіріп кетпеу үшін терезе жабық тұр. Бұл тынысыңды одан сайын тарылта түседі екен. Ызыңдаған үлкен шыбын сыртқа шыққысы келгендей әлсін-әлсін терезеге соғылады. Мисс Полли терезені көтеріңкіреп ашты да, шыбынды бір қойып өлтіріп, далаға лақтырып жіберді. Терезені қайтадан қымтап жауып алды. Содан соң үстелді түзеп, көңілсіз кейіпте бөлмеден шығып кетті. Біраз уақыттан соң ол ас үйдің алдына келді де: «Нэнси», деді, «мен мисс Поллианнаның бөлмесінде болдым. Онда шыбын кіріп кетіпті. Біреу терезені ашқан ғой. Жәндіктерге қарсы қорғаныш торға тапсырыс бердім. Олар дайын болғанша мисс Поллианнаның бөлмесінде терезе ашылмауын қадағалауыңды сұраймын. Ол ертең күндіз сағат 4-те келеді. Өзің барып темір жол бекетінен күтіп ал. Тимоти ашық күймені дайындайды. Сен бірге барасың. Жедел хатта шашы сары түсті, қызыл тор матадан тігілген көйлегі бар және қамыстан жасалған қалпақ киген, деп жазыпты. Бұған ештеңе қоса алмаймын. Сен оны тез танисың деген ойдамын. Жарайды мем, бірақ сіз... Нэнсидің түсініксіз күбірінен оның не айтқысы келген мисс Полли сезді. «Жоқ», деп кесіп айтты. «Бармаймын, қажет емес. Сен бәрін түсіндің деп ойлаймын. Өз борышымды орындадым», деп ойлаған мисс Полли бұрылып ас үйден шығып кетті. Өз ойында жиенінің келуіне жақсы дайындалған сияқты. Ол ас үйден шығып кетісімен Нэнси алдындағы орамалды бар күшімен қатты басып үтіктей бастады. Шашы сары түсті, қызыл тор матадан тігілген көйлегі бар және қамыстан жасалған қалпақ киген. «Бұған ештеңе қоса алмаймын», деп қожайынның сөзін масақтап айтты. «Сіздің орныңызда болсам, ұятта жерге кіріп кете жаздаушы едім, мисс Полли. Жалғыз жиені алыстан ат арытып келе жатыр. Ол туралы ештеңе білмейді. Сөйте тұра оны қарсы алуға бармаймын дейді ғой. Қандай ұят. Міне, мен солай айтамын, ұят». Қатты ашуланған Нэнси біраз уақыт өз ренішін кінәсіз орамалдарға айтып жатты. Келесі күні тура 4-ке 20 минут қалғанда Тимоти мен Нэнси ашық күймемен үйден шықты. Тимоти қарт Томның баласы. Қалада қарт Том мисс Поллидің оң қолы болса, ал Тимоти сол қолы деп айтатын. Ол сондай мейірімді де келбетті жігіт. Нэнсидің мисс Поллиде жұмыс істегеніне аз уақыт болса да, Тимотимен достасып үлгерген еді. Әр кездескен сайын екеуі ара жақсы әңгімелесетін. Бірақ қазір Нэнси өзіне тапсырылған міндеттен қатты толқығандықтан бекетке жеткенше үндемей барды. Оның үнсіз отырғанына Тимоти таңғалды. Межелі жерге жеткен кезде Нэнси күймеден секіріп түсіп, платформаға асықты. Шашы сары түсті, қызыл тормадан тігілген көйлегі және қамыстан жасалған қалпағы бар, деп Поллианнаның қандай екенін көз алдына елестеткісі келіп, ішінен қайталай берді. Тимоти Нэнсиді платформада қуып жетті. «Білесің бе?» деді оған Нэнси. «Поллианна пышақты еденге түсіріп алмайтын, есікті қатты жаппайтын, тыныш, ақылды қыз болса жарар еді. Поллианна басқаша болса, бәріміз үшін не болатынын білмеймін», деп күлді Тимоти. «Көз алдың елестетші. Нэнси, мисс Полли мен бұзық бала бір шатырдың астында». «Я», деп саңқ етті ол. «Пойыз жақындап қалды. Ысқырықты естіп тұрсың ба?» «Білесің бе, Тимоти, меніңше оның жиенін қарсы алуға өзі келмей, мені жібергені өте ұят болды», деп Нэнси бір-бұрқылдап алып, платформаның ар жағына кетті. Ол кішкене бекеттегі пойыздан түсетін жолаушылар сол жерден жақсы көрінеді деп есептейді. Біраз уақыттан соң Нэнси баланы көрді. Екі жаққа өрген шашы, секпіл беті,
айналаға мұқият қарап тұрған көзі, және қызыл тор матадан тігілген көйлегі мен қамыстан жасалған бас киімі бар. Бұл сөзсіз Поллианна ғой. Нэнси дірілдеген тізесін ұстап біраз уақыт бір орнында тұрып қалды. Сосын ұялғанын білдіртпей қызға жақындап, «Сіз мисс Поллианнасыз ба?» деп сұрады. Осы сәтте оның мойнын қызыл тор жеңі бар екі қол құшақтап алған еді. Нэнси оның құшағынан тұншығып қала жаздады. «Сізді көргеніме сондай қуаныштымын, қатты қуанып тұрмын», деді Поллианна Нэнсидің құлағына айғайлап. «Әрине, мен Поллианнамын. Мені қарсы алуға келгеніңізге сондай қуаныштымын. Осы сәтті талай армандаған ем». «Армандадың ба?» деп қайта сұрады Нэнси. Поллианна оның бар екенін, қайдан білгенін және басқа емес неге мұның күтіп алғанын, қалағанын түсіне алмады. «Сен армандадың ба?» деп қайыра сұрады Нэнси, оның ұшып кете жаздаған бас киімін түзеп жатып. «Әрине, осы жерге жеткенше сіздің қандай екеніңізді елестетіп келдім», деді қыз. Аяғының ұшымен тұрып, бойын биіктетіп, Нэнсиге жіті қарай бастады. «Міне, сізді көрдім. Енді сіздің қандай екеніңізді білемін. Сіздің осындай екеніңізге қуаныштымын». Нэнси ұялғаннан кірерге тесік таппады. Осы кезде олардың жанына Тимотидің келгені мұндай жақсы болар ма? «Бұл біздің Тимоти», деді ол естілер-естілмес қылып. «Поллианна, сенің шабаданың бар ма?» «Әрине бар», деді қыз маңғазданып. «Маған оны әйелдер көмегі сатып алып берді. Жап-жаңа шабадан». «Шындығында қымбат сыйлық емес пе?» «Олар әуелі шіркеуге кілем сатып алмақ болған. Шабаданның орнына қанша қызыл кілем алуға болатын білмеймін. Мүмкін жартысына дейін жететін шығар деп ойлаймын. Сіз де солай ойлайсыз ба?» «Менің сөмкемде кішкене қағаз бар. Мистер Грей оны сізге беретін түбіртектеп еді. Сол қағазды көрсетіп, менің шабаданымды ала аласыздар». «Мистер Грей?» «Миссис Грейдің күйеуі. Олар Постер Карраның туыстары. Алыс батыстан бірге келгенбіз. Олар сондай керемет жандар. Мінекей, түбіртек те табылды», деді ол сөмкесінен қағазды алып жатып. Осы кезде Нэнси терең тыныстап Тимотиге ұрлана қарады. Бірақ ол басқа жаққа қарап тұрғандықтан көздері түйіспеді. Олар Поллианнаның шабаданын алып күйме тұрған жерге келді. Шабаданды күйменің артына салып, Нэнси мен Тимоти Поллианнаны ортасына алып отырды. Осылай жайғасқанша әр нәрсені сұраған Поллианнаның аузы бір жабылмады. Басында Нэнси жауап беруге тырысқанымен, кейін жауап беріп үлгермейтінін ұғып, үндемей қалды. «Қандай әдемі?» деді Поллианна. «Баратын жеріміз алыс па?» «Мен күймемен жүргенді ұнатамын. Баратын жеріміз жақын болса да ренжімеймін. Ол жерді неғұрлым ерте көретіме қуаныштымын». «Я, қандай әдемі көше!» «Бұл жердің өте әдемі екенін білемін. Маған әкем айтқан». Осы сөзге келгенде тамағы кеберсіп, даусы өзгеріп, үндемей қалды. Нэнси қыздың көзіне іркілген жасты байқады. Біраз секундтан соң Поллианна өз-өзіне келіп, жаңа күшпен қайтадан сөйлей бастады. «Әкем сіздің қалаңыз туралы айтқан, ал миссис Грей менің неге қызыл тор көйлек кигенімді сіздерге түсіндіруім керектігін айтты. Ол сіздер үшін менің киімім біртүрлі көрінер деді. Соңғы қайырымдылық шарасына келген киімдердің ішінде бірде-бір қара көйлек болмады. Ол жерде қара барқыт көйлектің үстіңгі жағы ғана болды. Пастер Карраның әйелі ол көйлектің шынтағы мен бүктелген жерлері желініп қалғандықтан маған жарамайды деді. Осыны көрген әйелдер көмегінің бір бөлігі маған қара көйлек пен бас киім сатып әпергілері келген. Ал қалғандары ақшаны шіркеуге қызыл кілем алуға жұмсағысы келді. Ал миссис Уайт қайта осылай болғаны жақсы болар деді. Өйткені оған балалардың қара көйлек кигені ұнамайды екен. Тағы да анықтап айтайын, оған балалар ұнайды, тек балалардың қара көйлек кигені ұнамайды. Поллианнаның сәл тыныстаған сәтін пайдаланған Нэнси: «Меніңше, көйлек қандай түсті болса да, сондай бір маңызды деп ойламаймын», деп айтып үлгерді. «Мен сияқты ойлағаныңызға сондай қуаныштымын», деді Поллианна. Тамағы тағы құрғап қалды. «Бірақ қара көйлек кисем, қуану да қиын болар еді», деп қосты ол көңілсіз. «Қуану?» деп сұрады Нэнси. Поллианнаның сөзі таңғалдырғаны сонша,
Ненси оған сөзін аяқтатпады. «Иә, қуану», деп қайталады Полианна. «Мен әкемнің жұмақта екеніне қуаныштымын. Қазір олар әкем, анам, басқа бауырларым бәрі бірге. Әкем маған үнемі қуанып жүру керек екенін айтқан. Бірақ кейде қуану қиын. Мынандай қызыл көйлегім болса да қуану қиын. Әкем маған әлі де керек еді ғой. Анамның басқа бауырларымның ол жақта құдайы мен періштелері бар. Ал менің әйелдер көмегінен басқа ешкімім қалмады. Бірақ енді маған да жеңіл болатынына сенімдемін. Өйткені жанымда сіз барсыз, Поли тәте. Сіздің болғаныңызға сондай қуаныштымын». Осы кезде Ненси кішкентай бейшара қызды аяп кетті. «Құрметті Полианна, сен қателесіп тұрсың. Мен сенің Поли тәтең емеспін. Мен жай ғана Ненсимін. Сіз Поли тәтем емессіз бе?» деп абдырап қалды қыз. «Жоқ, мен Ненсимін. Мені тәтеңмен шатыстырып аласың деп ешқашан ойламаппын. Жалпы екеуміздің арамызда ешқандай ұқсастық жоқ». Осы кезде Тимоти оған жұдырығын көрсетті. Бірақ Ненсиді бұл оқиға қатты құлазытқандықтан әзілге уақыты жоқ еді. «Сонда сіз кімсіз?» деп сұрады Полианна. «Сіз әйелдер көмегіндегі жандарға ұқсамайсыз». Шыдай алмаған Тимоти қарқылдап тұрып күліп жіберді. «Мен мисс Полидің қызметшісімін. Үйдегі кір жуу және үлкен заттарды үтіктеуден басқа барлық жұмысты атқарамын. Ол жұмысты миссис Джорджин істейді». «Поли тәтем өмірде бар адам ба?» деп қорқа сұрады қыз. «Бұл туралы қам жеме», деп сендірді оны Тимоти. «Болғанда қандай?» Полианна тынышталып қалды. «Олай болса бәрі жақсы», деп қуанды ол. Олар 1 минуттай үнсіз жүрді. Содан соң Полианна қайдадан сөз бастады. «Оның мені қарсы алуға келмегеніне қуаныштымын, өйткені оны әлі білмеймін. Содан соң қазір қасымда сіздер барсыздар». Ненси қызарып кетті. Тимоти оған бұрылып қарады. «Жас бикеш, саған қошемет білдірді», деп күлімсіреді. «Сенің орныңда болсам, оған рахмет айтар едім». «Сен неге үндемей тұрсың, Ненси? Мен тек мисс Поли туралы ойлап тұрмын», деп жауап қатты ұялған Ненси. «Мен де сол кісі туралы ойлаймын», деп қуана сөзін жалғастырды Полианна. «Маған сондай қызық, ол менің өмірдегі жалғыз ғана тәтем екенін білесіз бе? Ал мен оның бар екенін де ұзақ уақыт бойы білмеппін. Кейіннен әкемнен естідім. Жотадағы үлкен әдемі үйде тұратынын да айтты». «Дұрыс айтасың», деп жауап қатты Ненси. «Қарашы, ана үлкен жасыл тұрағы бар. Ақ үйді көріп тұрсың ба? Қандай керемет үй. Айналасын ағаштар мен көк шалғын көмкерген екен. Мен ешқашанда осындай жасыл алқапты көрмеппін». «Ненси, менің Поли тәтем бай ма?» деп сұрады Полианна. «Иә, мисс, мен сондай қуаныштымын. Ақшасы көп болса, керемет болар, солай ма? Бізде ешқашан көп ақша болып көрмепті. Таныстарымыз да қалталы емес еді. Тек Уайттар ғана бай болатын. Олардың үйінің әр бөлмесіне кілем төселген, ал жексенбі сайын балмұздақ жейтін. Ал Поли тәтемнің үйінде жексенбі сайын балмұздақ жей ме?» Ненси басын шайқады. Ол көз алдына Поли тәтесінің жексенбі сайын балмұздақ жеп отырғанын елестетіп, езуіне күлкі үйіріліп Тимотиге қарады. «Жоқ, мисс, сіздің тәтеңіз балмұздақ жегенді жақсы көрмейтін сияқты. Мен бірде-бір рет оның дастарханнан ондай тағамды көрмеппін». Таң қалғаннан Полианнаның жүзі өзгеріп сала берді. «Ол оны жақсы көрмей ме? Өкінішті. Балмұздақты қалай жақсы көрмеуге болады?» Жарайды. Есесіне енді менің ішім ауырмайды. Жақсы болды. Миссис Уайттың үйінде көп балмұздақ жеп қоятынмын. Содан соң ішім ауыратын. Ал Поли тәтемнің үйінде кілем бар ма?» «Кілем бар», деді Ненси. «Әр бөлмеде ме?» «Иә, барлық бөлмеде», деді Ненси тұнжырап. Оның есіне төбедегі кілемі жоқ кішкентай бөлме түсті. «Сондай қуаныштымын», деді Полианна. «Кілемді жақсы көремін. Бізде кілем болмаған. Тек 2 кішкентай ғана кілемше болды. Оларды бізге қайырымдылық қоры берген. Біреуінің бетіне көп қара дақ сіңіп қалған еді». Миссис Уайттың үйінде қабырғада суреттер ілініп тұратын. Сондай әдемі суреттер. Ол суреттерде тізерлеп отырған кішкентай қыздар, мысық, қозылар мен арыстан салынған. Әрине олар бірге емес, бөлек-бөлек салынған. Құдай кітабында ғана арыстан мен қозылар бір мезетте қатар жүреді деп айтылады. Бірақ миссис Уайттың үйіндегі суреттерде олар бөлек салынған.
Меніңше, әдемі суреттерді жақсы көрмеу мүмкін емес. Рас қой? Мен білмеймін, деді даусы дірілдеген Нэнси. Ал мен суреттерді жақсы көремін, деп жалғастырды қыз. Біздің үйде суреттер болмаған, өйткені қайырымдылық қорынан ондай заттар сирек келетін. Тек бір күні бізге 2 сурет тап болды. Бір сурет сондай керемет болғандықтан, әкем оны сатып, маған бәтеңке алып берді. Ал екіншісінің жиектері қабырғаға ілініп үлгерместен бөлініп қалды. Мен қатты жыладым. Ал қазір үйімде әдемі заттар болмағанына қуанып тұрмын. Өйткені енді Поли тәтемнің үйіндегі заттар маған ұнайтын болады. Қайырымдылықтан келген түрлі түсті жаңа баулардың да түсі өңіп кеткен болатын. Иә, бұл керемет әдемі үй екен, деп ол тақырыпты ауыстырды. Дәл сол кезде Тимоти жотадағы үйге қарай бұрылған еді. Олар тоқтап, Тимоти шабаданды түсіріп жатқанда, Нэнси жақындап жайменен сыбырлады. Жұмыстан кетемін дегенді аузыңа алушы болма, Тимоти Джерджин. Маған басқа жерде 2 есе артық ақша төлеймін десе де, енді мына үйді тастап кетпеймін. Жұмыстан кету? Ешқашан, деп жауап берді де, жас жігіт көңілді күлді. Енді мені бұл жерден ешкім кетіре алмайды. Кино көргеннен гөрі мына қызбен әңгімелескен қызық болатын сияқты. Саған тек көңіл көтерсе болды, деп ренжіді Нэнси. Меніңше, тәтесімен бірге тұрған алғашқы күннен ақ байғұс қызға оңай болмайды. Оған жақсы қорған керек. Мен оған қамқор болам, дегенді сеніммен айтты.